Алты алаштың баласы жиналса төрдегі орын ұстаздікі деп Мағжан Жұмабаев ұстаздық мамандыққа қойылатын талаптың ерекше жоғары екендігін, қоғамда ұстаздардың алатын орнының ерекше екендігіне мән беріп кеткен екен. Шынында да ұлылықтың көшін бастаған ұстаздар қауымына қойылатын талап бүгінгі күнде де ерекше болып тұр. Осындай ұстаздар арқылы білім саласында көптеген жетістіктерге қол жеткізіп келеміз. Біздің ауданымызда да осындай ұстаздар көптеп саналады. Солардың бірі және бірегейі Роза Қайырбекқызы. Роза Қайырбекқызы өзінің 33 жыл саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған жан. Роза Қайырбекқызы туралы көптеген жақсы тілектер, жаудыратын алғыстар айтуға болады. Ең алдымен Роза Қайырбекқызы жаңалыққа жаны құштар жан. Ұстаздар қауым үшін болып жатқан түрлі байқауларға, түрлі жарыстарға қатысып, сонымен бірге өзінің кәсіби біліктілігін шыңдау мақсатында болып жатқан барлық курстарға қатысады. 2017 жылы алғашқылардың бірі болып жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы бірінші деңгейлік курстан өтіп арнайы сертификатқа ие болды. Осы сертификаттың арқасында ол кісі көптеген ауқымды жұмыстар атқарды. Тек аудан, облыс көлемінде ғана емес, сонымен бірге республика көлемінде өтіп жатқан шараларға да белсенді түрде қатысуда. 2019 жылы Шымкент қаласында өткен жаңашылдық жарысы атты бірінші республикалық форумға қатысып, сол форумнан алып келген барлық жаңа дүниелерін біздің ауданымызда ерекше құлшыныспен іске асырды. Жетекші мектеп ретінде өзінің серіктес мектептерімен де өткізіп жатқан көптеген іс-шаралар осы Роза Қайырбековнаның еңбегінің арқасында жүзеге асып жатыр деуге болады. Роза Қайырбекқызы тәлімгер ұстаз. Өзінің мектебінде ғана емес, аудан көлеміндегі барлық жас мамандарға өзінің білгенін, түйгенін үйретуден жалыққан емес. Тағы да бір ерекше қасиеті Роза Қайырбекқызы өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін ерекше құлшыныспен, ерекше ыждахаттықпен үйретіп келеді. Осы біздің ауданымызда қанша бала Роза Қайырбекқызының арқасында қазақ тілінің қыр-сырын меңгеріп шықты деп айтсақ, біз еш уақытта қателеспейміз. Ұлы ақынымыз Жүсіп баласағұн адамның бойында болатын екі қасиет, оның бірі тіл, оның бірі діл деп айтқан екен. Міне осы екі қасиет бойына бірдей дарыған адам Роза Қайырбекқызы бүгінде асқаралы 6 жасқа келіп отыр. Роза Қайырбековна, туған күніңіз құтты болсын. Жасыңызға жас қосылсын. Бала-шағаңыз аман-есен болсын. Немерелеріңіздің қызығын көріңіз. Ұстаздық еңбектің зейнетіне шығып, тек қана жақсы күндерге жетуіңізге шын жүректен тілектеспін. Розкен, сыйлаған соң өзімді атап жүрміз осылай. Мерейтойың болған соң қалай шетте қалайық құттықтауларға қосылмай. Деніңе саулық, кіршіксіз көңіл, ашық аспан, ұзақ ғұмыр, отбасының амандығын тілейміз. Көпшіліктің ықылас мерейіне, шәкірттердің ризашылық келбетіне бөлене бер әрқашан. Мерейтойың құтты болсын. Қамқор болып құрметтеп ұл қызыңыз, жарқырасын аспанда жұлдызыңыз. Құтты болсын Розажан туған күнің, үлгі болып ұрпаққа нұрлы ізіңіз. Роза Қайырбековна, туған күнің құтты болсын. Құрметті Роза Қайырбековна, сізді бүгінгі мерейтойыңызбен құттықтаймын. Деніңіз сау, бала-шаға қызығын көріп, немере сүймеңіз, шөбере сүймеңіз. Осы балалардың қызық-қызықта өмірде аман-есен жүріңіз. Құрметті Роза Қайырбековна, мерейлі тойың құтты болсын. Аман болсын басыңыз. Ағармасын шашыңыз, шөбере сүйіп әліде 100-ге толсын жасыңыз. 60-та өмір бересі, қартайдым мен демеші, туған күнде жыл сайын қуанышқа бөлеші. Құрметті Роза, бүгінгі мерейтойың құтты болсын. Дос-жаранмен әрқашан орта толсын. 70,
80-90 мен 100-ге жетіп, басыңа қызырдың бағы қонсын. Өз еңбек жолында талай белеске шығып, ұжымның және достарыңның құрметіне бөлендің. Нағыз майталман, маман, ұлағатты ұстаз болдың. Тойлатар 60 жасың құтты болсын, кең пейілді досым Розай. 30 жыл бірге жүрсең бағаланар, достың да достары бар даран алар. Немерең өсіп өнсін, шөбере сүй, сабақтасса ұрпағың, бағың жанар. Еңбегің еленіп, құрметті демалысқа шығуың құтты болсын. Өмірің бақытты сәттерге бөленіп, әдемі ғұмыр кеш. Туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Құрметті демалысың сәнді және мәнді болсын. Құрметті Роза Қайырбековна, 60 жасқа толу мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сізге көптеген жылы сөздер айтқым келеді. Сіз ұзақ жылдар бойы білім саласында қажырлы еңбек етіп, талай белестерді бағындырып келесіз. Сонымен қатар еңбекте беделді, білікті маман ретінде үлгі тұтамыз. Бүгінгідей мерейлі сәтте сізге және отбасыңызға шын ниетпен зор денсаулық, шексіз сәттілік, жылулық пен бейбітшілік, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт пен береке тілеймін. Құрметті Роза Қайырбекқызы, сізді 60 жасқа толған торқалы мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Адам баласының өмір жолының асқар биігі 60-тың шыңына шығып отырған сізді аудан, облыс көлеміндегі көпшілік білікті маман, мықты ұйымдастырушы, ұлағатты ұстаз ретінде таниды. Өз еңбек жолыңызда талай белеске шығып, әріптестеріңіздің және шәкірттеріңіздің құрметіне бөленудесіз. Сіздің бойыңыздағы аса ерекше қасиеттеріңіз бен қарапайымдылығыңыз кейінгі ұрпаққа үлгі деп білемін. Құрметті Роза Қайырбекқызы, бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын. Отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс тілеймін. Туған күніңіз құтты болсын. Аса қадірменді Роза Қайырбековна, сіздің екіге көбейтілген 30 жасыңыз құтты болсын. Сіз ұжымыңызда абыройлы, ауданда атақты, облыста белгілі ұстаздардың бірісіз. Сізге қарап біз құрмет тұтамыз. Сізге қарап ұқсағымыз келеді. Жасыңыз ұзақ болсын. Бала-шағаңыздың қызығын көріп, біздің ортамызда әрдайым жарқырап жүре беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын. Роза Қайырбековна, туған күніңізбен мерейтойыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Балаларыңыздың тек қызық қуанышын көріп, немере сүйіп, күліп ойнап, әдемі ғұмыр кешіңіз. Бүгінгі күн ерекше күн, маңызды. Маңыздысы бүгін туған жан ізгі. 60 мәрте күнді айналған жұмыр жер сізге бақыт тілеп тұрған тәрізді. Ренжітпей үлкенді де кішіні, жүрегімен түсінетін кісіні, мына өмір жұмақ болып кетер еді. Сіздей болса бар адамның пішіні. Сізге қарап ой түзейді қыздар да. Сіз күлгенде ерімейтін мұз бар ма? Иман бар деп, иба бар деп иланам, ортамызда күлім деген сіз барда. Бүгінгі күн бөлектеу күн, маңызды. Маңыздысы бүгін туған жан ізгі. Төбеңізге Аллам келіп шашу ғып, әппақ нұр шашып тұрған тәрізді. Құтты болсын туған күніңіз. Құрметті Роза Қайырбекқызы, сізді адам өмірінің айтулы белесі 60 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Біз сізді өмірден тоқығаны мол, кең ойлап, қамқор қолын ұсына білетін аяулы жан, ардақты ана,
Сонымен қатар, тек аудан көлемінде ғана емес, облыс, республика деңгейінде өз тәжірибесін тарата білген нағыз қазақ тілі пәні маманы ретінде жақсы білеміз. Сіз біздің мектебіміздің мақтанышысыз. Қаншама жас буынға өзіңіздің игі істеріңізбен үлгі бола білдіңіз. Ашып өмір есігін нұрланды күн, шуақ шаштық сол үшін жырдан бүгін. Өзіңе де, өзгеге де шуақ сыйлар, құтты болсын бүгінгі туған күнің. Өмір өзі жазады отты жырын, бақытты отбасының кеш ғұмырын, әрдайым жаныңызда қамқор болып, ақ сүтіңді ақтасын, ұл мен қызың дегім келеді. Туған күніңіз құтты болсын.